Сендер Тимурдың ағасы барын неге жасырдыңдар? Арман, сенің мақтаған қыздарың тойда масқара болып жүр ғой. Шынар, пафосты азайтшы. Хорошо. Олар хайп үшін ағасын бізден жасырды. Олар волонтер атағына лайық емес. Апай, договор етуге бұлай болмай ма? Тыныш! Луиза, Зарина, сендер Максим Степановичті танисыңдар ма? Максим Степанович? Да. Актер ма? Актер. Очень смешно. Максим Степанович, Степан атаның ұлы. Ол сендерді таппайды деп ойладыңдар ма? Точно. Бұл. Максимнан жалоба. Оказывается, сенің қыздарың кеше оның терезесін сындырыпты. Кто-нибудь мне объяснит, зачем? Нет? Хорошо. Мен өзім расследование жүргіздім. Оказывается, қыздар Степан атаның ұл бар екенін біліп, Европаға бару үшін оларды қоспақшы болған. Бірақ олардың қарым-қатынастары туралы ештеңе білген жоқ. Өтірік. Что өтірік? Біз барлығын білдік. Степан атаның хатын оқыған кезде ол бізге барлығын айтып берген. Сол үшін терезесін бұзу керек пе? Мало ему? Мало. Арман, я не знаю. Налар біздің үйімнен кету керек сияқты. Жоқ. Мен келіспеймін. Ал мен шаршадым. Арман. Жақсы. Онда өзің шеш. Мен немесе мыналар. Хорошо. Дауыс берейік. Қыздардың кеткенін кім қалайды? Ал Шынардың кеткенін қалайды. Үндемесең, Арман. көне берсең бәріне. Қыздар үйіңға келгелі, сен оларға маза бермейсің. Төзе берсең, Сенің үйім үшін жасаған еңбегің өте көп. Оны бағалаймыз, рахмет. Бірақ коллективті ішінен құртуға айналасың бірне. мен жол бермеймін. Затыдан атау жоқ денеге. Жай болма, жай болма. Жиналыс аяқталды. Анелиден басқаларың боссыңдар. Сөзі жоқ, көзі жоқ, денеге айналма. Енді Өзіңді қорқы, сен менің орынбасарым боласың. пайдасы сор қылма. Бірақ мен оған дайын емес сияқтымын. Сенің потенциалың мықты. Ақылдысың, жауапкершілігің бар. Маған ұнайсың. Бірақ мен өзіме сенімсізбін. Асықпай, жақсылап ойланып көр. Жемеймін деп жерігі, түбінде сен айналасың жауапқа. Кім деп емес, не деп қойған сұраққа. Жай болма,
Баршаңызға сәлем. Біз кеше Әсетпен кішкене ұрысып қалдық, бірақ қайтадан доспыз. Иә, Әсет? Қайтадан доспыз. Иә. Бірақ бұнда айтпақшы позитивный жағы бар. Тимурдың ағасы бар екенін енді барлығы біледі. Нерей? Сосын кешегі болған жайтқа бір кішкене бір не по себе болып тұрмын да. Дұрыс айтасың, негізі. Бірақ енді қайтадан доспыз ғой, иә? Пока. Нет. Нарға Оскар бере керек қой? Өзіңе қалдыра сал, Оскар, жарай ма? Мне кажется, Асет сені ұнатады. Капитан очевидность. Ну, я просто к тому, что Асет жақсы бала ғой. Асет екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Анри, не жайында сөйлестіңдер? Сөйлескен жоқпыз. Арсын телефоны өшіп тұр. Арс емес. Арманды айтамыз. Ол маған орынбасарым болшы деп айтты. Ого! Сен неден? Білмеймін дедім. Еуропа жайында айтты. Бірақ мен арсыз онда барғым келмейді. Арман, сен мен ақылдасайын деп едің. Иә, құлағым сенде. Шынар ойымнан кетіп қалды ғой. Ал Анели болса, жігітіме ұрсып жүр. Ну, в общем, кішкене бас айналып жүр қазір. Сөйтіп, сен не ұсынып тұрсың? Мен орынбасар болсам қайтеді. Мерей, Шынар да бүгін рас айтып қалды сен жайлы. Жағдайды қиындап тастадың. Оны қалай шешпекшісің? Сен Тимурға көмектесе алмайсың, мен саған көмектесе алмаймын. Бірдеңе істесем де болады ғой. Не істемекшісің? Бауырларың қосылған қалайсың, түсінемін. Бірақ құжаттарға қол қойылды. Тимурға көмектесетін уақыт аз. Тек ерекше бір зат ойлап таппасаң, оларға қалай көмектесуге болатынын білмеймін. Понимаешь, о чем я? Жақсы. Әрең таптық. Арман, есіңде ме? Сен маған желание қарсың ғой? Я есімде. Ойлап таптың ба? Иә. Мені Шынардың орнына алшы. Орынбасар ретінде ма? Иә. Бір кішкене орындауға болатын желание айтшы. Неге? Мен вполне лайықпын деп ойлаймын. Лу, ренжіме, бірақ мен оған Анри лайықты деп ойлаймын. Арман, бетіне айтайыншы. Мен де, сен де, мен Анелиден асатынымды білеміз ғой. Мен әдемірекпін, ақылдымын. Сосын Жауаптылау. Я, рахмет. Плюс Анели қазір жігітімен ұрсып жүр. А это значит, концентрациясы 0. Жауаптымын дейсің бе? Иә. Дәлелдеші. Степан атамен жағдайды қалай шешейін деп жатсың? Легко. Арман, сен президент ретінде кеңес берші. Жарайды. Мысалға сен папаңмен тіл табыса алмайсың. Оны көргің келмейді. Бірақ татуласуға уақыт қалмай бара жатса. Не істейтін едің? Я гений. Все. Аман, братан, армияда сөйтіп жүрген шығар. Здравия желаю, картошка очищен деп жүрген шығар. Реально ответка жасау керек. Көреміз. Анели, қалайсың? Нормально, өзің қалайсың? Жақсы. Оған да жақсы. Әселмен переписка жүріп отыр. План болды ма не сенде? Импровизация.
Бүгін кездесеміз. Мамасын ескерттім, бәрі четко. Ештеңе айтпайсың ба? Айтқым келіп тұрған жоқ. Аннели! Заря екеумізді прикрой, пожалуйста. Не болды? Бір тірліктеріміз бар еді. Сосын айтамыз. Пожалуйста. Ладно, бара беріңдер. Хорошо? Рахмет. Кеттік. Кстати, Арс екеуіңде не проблема? Проблема? Ол маған айтты ғой. Қашан? Кеше? Сен бастысы уайымдама. Бәрі жақсы болады. Иә. Бірақ ол соткасын өшіріп тастаған, звондай алмай жатыр. Сөз ұстамай жатқан шығар? Аннели! Зарина мен Луиза қайда? Сұранып кетті, не болды? Прикрой меня тоже. Я, короче, потом скажу, ладно? Бері көмек керек па? Жоқ. Сүмілік. Волонтерлық жайында айта кетейін. Қандай жол таңдасаң да, сені ешкім сөкпейді. Жүрегің тыңда да, қалағаныңды істе. Брат, алдағы бригададағы цитата емес па? Саламатсыңдар ма? Лекцияларыңды ашыңдар, бастайық. Рубяшка жақындап қалды. Ұмытып кетпеңдер. Жақсы. Болыңдар өтес. Анели? Құрбыларың қайда? Олар ауырып қалды. Бәрі бірге ме? Түсінікті. Шынарды көрдім. Түрі менің машинамның түсіндей бұзылып кетіпті. Ұйымдарыңда бәрі жақсы ма? Бастықтарың ренжіспеңдер. Біздің бастық Арман емес пе? Арманды білмеймін. Ал Шынар үлгі тұтатын тұлға. Жақсы көріскенше. Сау болыңыз. Сау бол. Анели, Арман? мен сені іздеп жүрмін. Қалай, ойландың ба? Мен бас тартамын, Бусты қыздар алып кетеді деп ойлаймын. Анели, тоқташы. Мен сен құпияшам. Сен бір аяқпен уже Европадасың. Ну, между нами говоря. Қалай? Бірінші семестр аяқталғанда жоқ қой әлі? Мен үйдің президентім. Кімнің баратын өзім шешем. Может, сен барасың. Может, бірге барып қаламыз. Понимаешь, о чем я? Иә, түсіне бастағандаймын енді. Қыздар сені озып кетпекші. Бірақ біз біріксек, олардың күштері жетпейді бізге. Бәрі дұрыс па? Иә, дұрыс бәрі. Ойлашы, Европа. Ұмытпа. Арс, неге керек кезде жоқ болып кете бересің, Мен олай болғанын қаламадым. Түк түсінбеймін. Сендер келмей тұрып, бәрі жақсы болған. Ал қазір Арманды мүлдем танымаймын. Неужели мен
Мен сендерден соншалықты кеммін, а? Менің ойымша сен жақсы волонтерсың. Рас па? Алло? Асель? Хорошо, қазір барам. Кешір. Аннелиден күтпеп едім ондайды вообще. Ну, Ана жерден тоқтай салайын. Ешкім жоқ сияқты ғой. блин, анау қырсық баласы. Опять қайда вы? жүр? Вредители, а? Мы приехали, чтобы срочно поговорить с вами. Дорогая, забери детей. Я сейчас. Вас еще не уволили? Волонтерство — это не работа? Если вы опять будете просить меня с ней встретиться, то у вас ничего не получится, понятно? А поздно. Вы, скорее всего, уже не увидитесь. Как так? А вот так? Мы и приехали, собственно, чтобы сказать вам, что это, возможно, ваш последний шанс. Күшті билей деген, Ал, болды, қызықтың бәрі бітті. Ал, отырамыз, ал, кет. Кім тез? Кім бірінші отыра деген? Болды, асықпаңдар. Мен бірінші. Балалар бар ғой, сені көріп мәз болып қалды. Рахмет саған. Өзім де мәз болып қалдым. Шуламай отырамыз, шуламаймыз. Тимур қалай айтпақшы? Жаман емес. Ата-анасы менің кабинетімде қазір құжаттарға қол қойып жатыр. Бірақ енді кішкене Игорьмен қиындау болып тұр енді, түсінесің ғой? Игорьдің адресі бар ма сізде? Барып сөйлесіп көрейін деп едім. Әрине бар. Айтпақшы, сізден интервью алып көрейінші. Менің подписчиктарыма сіздің жұмысыңыз өте қызық. Так, интервью. Ну, давайте. Енді бере алам ба, бере алмайым ба, енді кішкене сенімсізде болып тұрмын. Мен видеоблогер ретінде сізге үмітім бар. Шығады деп ойлаймын. Онда болды. Жігіттер, егер босқа жүргенше барып жұмыстарын жасай берсеңдерші. Қазір алдынан бір жан шығып қалсашы. Вот сол есек өзі жалғыз шықса өзім ақ шешетін едім ғой бәрін. Брат, вот именно ол жалғыз жүрмейді деймін. Поэтому біз сен қасынан жүрген жоқпыз ғой, Мико. Макс. Вы в своем уме? Зачем так врать, а? Так иначе вы бы не приехали. Я все-таки пожалуюсь в эту вашу организацию, понятно? Послушайте, он ваш отец. Он вас любит. Неужели нельзя просто с ним поговорить? Он мне не отец. Подождите. Каким бы он ни был, он вам жизнь подарил. Представьте, сколько у нас людей без отца растут. Даже поговорить не могут. А у вас есть такая возможность. Подумайте хоть раз, если ваши дети завтра отвернутся от вас. Каково будет вам на его месте? Я все правильно сказала. Да, правильно.
Ал, Радбек, бірінші сұрақ. Детдомда қалай жұмыс істеп бастадыңыз? Ну, енді... Мен қарай жүре беріңіз. Мен шынымды айтсам, кішкентай кезімнен бастап осы жерде болдым, осы жерде өстім, осы жерден тәрбие алдым. Бұл жер мен үшін өте ыстық. Мен тастап кете алмаймын бұл жерді. Сонымен шешім қабылдап, осында тәрбиеші болып, жұмыс істеймін деген ойға келдім. Бол ма? Қазір. Сіз кішкене қазір балаларды түсіре тұра аласыз ба? Сіз түсіріп болдың, тағы да түсіреміз, мен шығып келейінші. Жарайды, жақсы. Рахмет. Жақсы. Ал балақайлар, маған қараймыз. Қараймыз. Сен романтик екенсің ғой, бірақ тупой романтик екенсің да. Әзіліп айтам. По-любому сенікі болады ол. Мико. Мына бір жанның машинасы емес пе мұны? Соңғы сияқты. Тоқташы қазір. Ана ишак. Балаларын жинап келіп, тартыла көріндіш бері қайтесіз. Үйіне кіріп кетті қазір. Келе берсіндер. Ну вы фантазеры. На тот свет раньше времени меня отправили. Простите нас. Да хватит вам извиняться. Все время извините. Шаг. Простите. Видно, мне так и надо. Вы не переживайте. Мы его еще вернем. Доставьте это. Вы и так сделали очень много. Пат, ничья. Но вы же могли дальше ходить. Все, устал. Голова болит. Игорь бар ма? Игорь! Шақырып жатыр. Қыздар келеді. Иди чай лучше поставь, а? Дамир, ты что, угораешь? Радбек, ренжімеңізші. Я хотела как лучше, но не получилось, в общем. Не істеймін Мико? Да бір қолын сындырып тастайық. Не істейсің бір қолын? Давай екі қолымда. Давай. Тоқтай тұрыңдар. Сен мына жерде енді көрмейтін болайық. Саған теспейміз. Түсіндің бе? Жібере салыңдар. Микоға тамыз етіп, ой, жібермей-ақ қой, жібере салыңдар деп. Уақытылы келдіңдер. Не болып жатыр? Жігіттер отырыңдар. Анели, келе ғой. Біз как раз қыздардың ойланбай жасаған тірліктерін талқылап отырмыз. Арман, сен өзің сонда кеңес берген едің ғой? Мен? Сондай кеңес бердім? Жоқ. Мен сендерге оларды достастырыңдар дедім. Ал сендер болсаңдар, не істедіңдер? Не істедіңдер? Бәрін құрттыңдар. Луиза, Мерей,
Зарина, сендердей адамдарды біздің үйімда мен көргім келмейді. Сенен ондайды күтпеп едім, Арман. Боссыңдар. Лу, Бүйтіп па? Аннели, ты с нами? Аннели, айтпақшы, олар неге өйткендерін білесің бе? Олар сенің орынды иелегісі келді. И жігітің екеуінің араларындағы проблемалар жайында толығымен олар айтып берді. Солай ғой, қыздар. И Арман, жапшы! Рас па бұл? Захар, Рас. Бірақ сені ренжіткіміз келген жоқ. Арман. Жаңа команда ашуға тура келетін сияқты. Күттіңіз, ә? бәрі жақсы болады. Привет, пап. Пап, кешір. Өткен туған күнмен. Жаным сол, кіре ғой. Қалай болса да дұрыс шешім қабылдадың, Аннели. Ештеңеге уайымдама. Сен де көңіліңе тиген шығар. Бір күнде барлық волонтердан айырылып қалдым. Зато 1000 волонтердің орын баса алатын біреуін таптым. Оған қуаныштымын. Міне, үйге де жеттік. Жарайды онда, мен кетейін. Пока. Аннели, тоқташы. Аннели! Сезім ғана